Армысыз ағайын, бүгін қозғайтын тақырыбымыз ол ес туралы, оны сақтау жөнінде, қалай сақтауға болады, кімде ол сақталады, өле-өлгенше, қартайғанда да, басқа уақытта да, кім көбінде жоғалтып алады, қандай жағдайда, сол туралы бір айта кетсек, адамның есі нейрондарға байланысты. Ми ол нейрондардан тұрады. Нейрондар деген андай бытысып жатқан қызыл сымды елестетіп көрсеңіздер, немесе жаңа жылдық шыршадағы гирляндалар болады, немесе әртүрлі баулар, әртүрлі бір тоқтар, жіңішке, басқа бытысып жатқан. Нейрондар сондай, және әрбір олардың бір-бірімен жолыққан жерін синапс дейді. Сол синапстар арқылы біздің есіміз толығады, сақталады, және басқа да сондай байланыстар болады. Нейрондық байланыстар былайша айтқанда. Былай рефлекстер де әртүрлі есте қалған жағдайларда, оқиғаларда бәрі сол нейрондардың байланысына қатысты. Және қайсысын сен көп қолданасың, жиі қолданасың, сол байланыстар олар сақталады. Қалғандары жаймендеп өше береді. Ол өшеді деген сөз, ол мүлдем жойылып кетеді деген сөз емес. Былай, мысалы, гирляндада сияқты бір жерлерінде жанып тұрады, лампочкалар, бір жерлерінде жанбайды, байланыс жоқ жерінде. Сондай нәрсе ол. Былайша айтқанда, теорияда ол нені қайтадан жандыруға болады, ол өшіп қалған нейрондық байланыстарды. Ол теорияда, шын мәнісінде оны кімде-кімнің қолынан келе бермейді, әркімнің қолынан. Біреулердің қолынан келер, біреулердің қолынан келмес. Әдейі арнайы дайындалған адамдардікі соған өзінің ынтасын, ниетін бағыштаған. Ол нейрондық байланыстарын қалпына келтіруіне болады. Былайша айтқанда, ол қайтарылмалы нәрсе. Кейбір адамдар қартайғанда көп есінен айырылып қалады да, бірақ бір қызығы бұрынғы жағдайлар жақсы біледі. Мысалы, біреулер таниды, жақсы аты жөнін біледі, болған оқиғаларды есіне түсіре алады. Қазір болып жатқан нәрсені ұмытып қалады. Ол компьютерде, мысалы, сендердің смартфондарында бар ғой, внутренняя память бар, оперативная память бар. Оперативная память қазір болып жатқанды сақтайтын, внутренняя память ол мысалға түскен суреттер, видеоларды сақтайтын сенің галереяң. Адамның миына қатысты айтқанда бұл терминдарды краткосрочная память, долгосрочная память дейді. Қысқа ес пен ұзақ ес. Ұзақ ес сол біздің галерея, сонда сақталатын нәрселер. Сол үлкен кісі қартайып, жалпақ тілмен айтқанда алжығанда, сол қысқа есі істемей қалады. Оперативная память, озу істемейді. Галереядан жартысы оқылады, жартысы оқылмайды. Сол оқылатын жерлері оның есінде болады. Сондықтан ол көбінде сол бұрыннан галереяда тұрған нелер қайта-қайта ол қарайды. Мысалға, адам мысалы көп қарайтындар смартфон немесе компьютер көбінде шығарып қояды, оңай шығаратын, көп жиі қарайтын материалдарды ол шығарып қояды. Сол сияқты мида тап сондай бәрі принципі бір. Сондықтан ол ұмытпайды. Қалай туалетке бару, қалай тамақ ішу сияқты күнделікті қолданылған файлдар ол ұмытылмайды. Постоянно избранныйда тұрады, былайша айтқанда. Сирек қолданатын нәрселер біртіндеп артқа шегеріле береді. Сосын корзинаға түсіп кетеді. Ол корзинада тұрады. Корзинадан шығаруға болады, немесе болмайды. Немесе ол шығарылмайды. Адамға байланысты. Шығарғысы келген адам корзинаға барып, қазып, соны көтеріп, шығарып алуына болады. Мүлдем кетіп қалмаса. Сол сияқты адам мида сондай принциппен жұмыс істейді, екеуі бірдей. Былайша айтқанда, компьютер, смартфондар, сол адамның миының принципімен істелінген нәрселер, бәрі бір, тұқымы бір. Сондықтан мидың жұмысын есті қайтаруға болады, егер шынында ниеттенсең. Қандай адамдарда ол есі кетіп қалады, адамның үлкейгенде, қартайғанда, қандай адамдар кетпейді. Ол ғылыми дәлелденген нәрсе. Мысалға,
ғалымдарда, жазушыларда, мына із кесуші сыйщиктерде, мына неде қылмыскерлерді іздейтін сондай нелер, солардың есі жақсы сақталады. Өйткені олар күнде қолданады миын, және жан жақты қолданады. Әртүрлі ана өнертапқыштардың миы өте жақсы, олар да алжымайды, өте сирек болады. Сондай миымен көп жұмыс істейтін адамдардың алжуға деген шансы өте төмен, өте төмен. Күнделікті тек күйбең тіршілікпен жүрген адамдардікі керісінше өте жоғары шанс алжуға, қартайған сайын, үлкейген сайын. Темекі тартып, арақ ішетіндердікі де сол миын әбден нейрондық байланыстардың бәрін жеп қояды, ол да бар. Бірақ оған бәрі де бейім, былайша айтқанда, сондай миымен көп жұмыс істемейтін адамдардың бәрі. Кітапты көп оқыған адамда шанс аз, бірақ әрине кітаптың да түр-түрі бар. Жай тек дамский роман, детектив оқығандар ол кітап деп саналмайды негізі. Мүлде оқымағаннан жақсы, бірақ дегенмен кітап оқу деп саналатын ол андай ғылыми кітаптар, бірдеңе беретін бір білім, бір мағлұмат беретін кітаптар, көп ішінде ақпарат бар кітаптар, жаңа мәлімет, мағлұмат беретін кітаптар, сондай бір білім беретін кітаптар, сондай кітаптарды оққан ол бір бөлек. Жай тек дамский роман, детектив оққан ол бір бөлек. Бірақ оны да оқымайтындар көп негізінде. Сондықтан неғұрлым сен кітапты аз оқыдың, неғұрлым сен тек өсекпен, тек күнделікті күйбеңмен жүрдің, соғұрлым сенің шансың былайша айтқанда өсе береді алжуға. Қысқаша айтқанда бәрі алжымайды. Миымен жақсы жұмыс істеген адам өмір бойы. Көп физикалық түрде қозғалған адамның да несі алжуға шанс азаяды. Себебі көп қозғалыста болған адамның қаны да көп қозғалады, көп айналады. Қан айналған адам, жақсы айналатын адамның ішіндегі процестер, ішкі ұрыстарының процестері бәрі дұрыс жүреді. Зат алмасу процестері, басқа да мына лимфа шығару, лимфаның өтуі, бәрі процестер адам жақсы қозғалатын, ширақ қозғалатын адамдікі жақсы жүреді, қан айналым жақсы болсын. Бәрі процестер, өзі осы жаратылыстағы процестер бәрі жақсы жүріп тұрады. Сондықтан соның ішінде миы да. Сондықтан көп қозғалыста болатын адамның да миы жақсы шанс азаяды оның да. Ал жалпы отыра беретін, жата беретіндердікі соған сәйкес шанс көбейе береді алжуға. Және миын көп жұмыс істетпейтін адамдар. Енді қайталап жатырмыз, бірақ дегенмен соның бәрін айтып қояды. Енді ол қайтаруға бола ма? Енді тіпті сондай қатты үлкейіп кеткен адамдікін қайтару қиын шығар, себебі оның өз жұмыс істеу керек. Өзін сен қалай жұмыс істетесің? Қазір иә дейді де, мысалы, иә, миымен жұмыс істеу керек, миды есімді қайтару керек деп, бірақ қазір 5 секундтан кейін ұмытып кетеді ғой, не айтып не ойғанын көбінде. Қайттан бастау керек бәрін. Сондықтан үлкейген, алжуға салынып кеткен адамдікін қайтару қиындау, күрделі болады. Былай әлі оған жетпеген, бірақ миы шаршап жатқан адамды қайтаруға шанс жетеді. Ол қалай білінеді? Мысалы, сыртқа шығасың да өтекті дедің, өтекті өшірген жоқсың да, есіңде жоқ. Газды өшірген есіңде жоқ. Тіпті есікті жапқан-жаппағаның есіңде жоқ. Бір бөлмеде екінші бөлме бар, не үшін барғаныңды ұмытып қаласың. Қазір танысқан адамның атын ұмытып қаласың. Қазір айтқан сандарды ұмытып қаласың да, телефон жаттай алмайсың, адамның атын жаттай алмайсың, адрес жаттай алмайсың, 10 рет сұрап жаттай алмайсың. Разы болмасаң, сөйтпесең, миыңда тұрмайды, кетіп қалады. 40 рет атса кетіп қалады миыңнан. Соның бәрі естің жоқтығы. Оны бәрі, қартайдық қой, ес жоқ деп айтады. Шындығында қартайғанда тұрған ештеме жоқ. Ол мына денсаулық сияқты мида сондай. Ол қартайғанға байланысты емес ол, ешқандай да. Ол сенің миымен дұрыс жұмыс істемегендігіне байланысты, назарыңның ауғанына байланысты. Сен кісімен танысып жатқанда, мысалы, неге ұмытып қаласың? Өйткені сен назар аударған жоқсың, содан ұмытып қалдың сен.
мысалы саған серік деп айтты ма, серік дейсің, ары қарай ойың мүлде басқа да. Сен сол моментке, сол сәтке шоғырланған жоқсың. Мысалы киім үтік деп жатыр, өтекті өшірген неге ұмытып қаласың. Сен шындығында өшіресің, бәрі өйткені автоматпен істейсің. Автоматты түрде өтектейсің, автоматты түрде өшіресің, автоматты түрде өтекті көтеріп қоясың, анау қыз немен табанымен тұрмасын деп. Автоматты түрде киінесің, автоматты шай ішесің де автоматпен атып шығасың, автоматпен есік жабасың, кілтті автоматты түрде қалтаға саласың, немесе сумкаға әйел адам сонымен атып шығып жұмысқа жүгіресің, немесе бір шаруаларыңмен. Бәрін автомат. Өйткені неге автомат? Өйткені ойың сенің сана сезімің сол жерде болған жоқ. Сен өтектеп жатыр, ойың бір кредитте болды, басқа да болды. Есік жауып жатып та сол кешігіп жатқаныңда болады, ойың немесе тағы бірдемеде болады, тағы бірдеме. Не болса сода болады. Бірақ сен сол жауып жатқан сәтте болмайды сенің есің. Сондықтан ұмытып қаласың, сенің миыңда ол тұрмайды. Озық жұмыс істемейді, краткосрочный память. Неге кетіп қалады. Қолданды, кеттің, болды. Неге галереяға түспейді де, короче, былайша айтқанда. Сондықтан сен есіңде болмайды. Сосын бір бөлмеден бір бөлмеге кіріп ұмытып қалатын да сол. Сен ана бөлмеде отырып бірден ойладың, мына кухняға барып бірдеңе алайыншы деп. Бірақ орта жолда сен басқа бірдеңені ойлап кеттің. Басқа бірдеңе ойлап кеттің де бірден анау неге галереяға түспей қалды, озуға да түспей қалды. Галерея болмас, тіпті галереядан бұрын тіпті озуға мына краткосрочный памятьке түскен жоқ. Бірден өтіп кетті, мындан келіп, мындан шығып кетті. Содан сен кухняға келгенде есіңде жоқ, есіңе келмейді. Сол сияқты далада жүгіріп жатып, сен есік кілтеген есіңде жоқ, газды жапқан жаппаған есіңде. Сосын не қайттан жүгіресің, не күні бойы уайымдап шығасың. Жабылды ма, жабылған жоқ па деп. Есің танып кетеді, былайша айтқанда. Жұмыста жұмыс болмайды, шаруада шаруа болмайды, әңгімеде әңгіме болмайды. Қанша маңызды әңгіме болса да миыңда соққылдап тұрады. Жапты ма, қазір ашып кетіп біреу тонап жатыр ма, не болды, кішкентай бала қалып еді, қыз қалып еді, сөйтіп еді, бүйтіп еді, алтын қалып еді деп. Сонымен есін танып жүреді. Соның бәрі шоғырланудың жоқтығынан. Сен шаруада қандай да болмасын бір, мысалы біреумен сөйлесіп отырсың ба, сол моментте бол, сол сәтте бол. Сол кісімен сөйлесуде бол. Бүкіл ойың, сана сезімің сонда болу керек. Соған үйрену керек. Өтектеп жатсың ба, сонда бол. Өтектеп жатқанда бір жаттығулар жасап жатсың ба, сонда бол. Тамақ ішіп жатсың ба, сонда бол. Туалетте отырсың ба, сонда бол. Басқаға аударма. Именно тап сол қазір сен не істеп жатсың, сонда болу керек. Қазір мысалы мені тыңдап жатсың ба, қарап, осында бол. Басқа бірден ойламай, мынау не істеп, не айтып отыр деп сөйтіп ойлап отырсаң, сен ештеңе ұқпайсың. Тап сол тыңдағанда ғана сен зейін қойып, бүкіл назарың бәрін осыған аударып, шоғырланғанда ғана. Сосын болғаннан кейін тұрда басқаға аудару. Ал былай, мысалы, тамақ ішіп отырып, телевизор қарап отырсаң, мысалы, сен не ішпей отырғаныңды білмей қаласың. Сөйтіп көп тамақ кетіп қалады мысалы. Өйткені сана сезімі жоқ. Сана сезім бәрі ана телевизорда. Сондықтан қайтаруға болады. Бірақ ол үшін жұмыстану керек. Оны егер сіздер қазір маған кері байланыс берсеңіздер, сұрақтарыңызды қойып, сауалдарыңызды айтып, сосын соған байланысты ары қарай біз осы жөнінде сабақ жүргізуге де болады. Әзірше осы бірінші ақпарат. Сау болыңыздар. Келесі кездескенше сіздерден сауал күтемін, сұрақ күтемін. Жақсылықта кездесейік.